Сол күні көлікте сізде болуыңыз мүмкін еді ғой. Егер сол жерде мен ситуация болса, мен тоқтамас бедім деп ойладым. Адам өлтірмесең болды. Бұзып жарып өтіп кету керек. Не кім Бауыржан жауап бермейді, не жаңағы Василий жауап бермейді. Қан іштеме байқамадым. Болашақ президент Алтынбек деді. Сөйлескенде сөздің мағынасынан түсіндім, что Дариғамен сөйлесіп жатқан. Назарбаева. Маған сенбесең әкеңнен барып сұра. Мен жаңа ғана айтып кеттім. Шал жібермедім. Топыраққа аунап кетті, осы екі аунап кетті. Бауыржанға сілтеме жасап қояды. Негізі маған замечание беріп жатыр ғой. Өзім сонда қатты ренжідім. 3 айтқыздым-ау мына кісінде. Армысыздар, Жас Алаш YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Алтынбек Сәрсенбайұлының көп жылдар бойы қасында жүрген, көмекшісі болған кәсіпкер Аманжол Рысбеков. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Биыл Алтынбек Сәрсенбайұлының қаза болғанына 19 жыл толады. Келесі жыл 20 жыл. Енді осы уақыттың аралығында Қазақстанда қандай өзгеріс болды, оның барлығы көз алдымызда өтіп жатыр. Дегенмен біз білетін, мен білетін бір нәрсе, Алтынбек армандаған қоғамға, Алтынбек армандаған мемлекеттік құрылымға біз әлі жеткен жоқпыз. Алтынбек қайтыс болғалы бергі 19 жылда сіздің өміріңізде не өзгерді? Үлкен жағдайда, үлкен трагедияда қайтыс болды. Алтынбек қайтыс болғалы бері не өзгерді? Талай нәрсе өзгерді, талай не өтті, 19 жыл өтіп кетіпті, өтіп жатыр. Жеке өмірімде енді мен әкемнен кейінгі жақсы адамдың бірін жоғалттым деп есептеймін. Сол 19 жылды. Әке шешем берген тәрбиеден кейінгі үлкен тәрбиені осы Алтынбектен алып едім. Жас болса да тәрбие беруге, біреуге үлгі болуға, біреуге жақсы әңгіме айтуға өте мәдениетті, өте жоғарғы мәдениетті азамат еді. Одан бері енді маған көп жетіспейді сондай адамдар. Біз қасында мен 10 шақты жыл жүрдім, жақын жүрген жылдарым. Тығыз жеке араластық. 10 шақты жыл бірге болдық, бірақ мен кейін көп ойлаймын, что әлі де болса талай дүние ескерелер еді, талай дүниені үйренетін едім. Қабат деген ай сол уақытта неғып айтып сұрап алмадым дегендей өкініштер болып атты. Дегенмен де енді аз болып қалды. Әттеген ай болды енді. Аз уақыт қасында болдым, көп тәжірибесін алдым, көп нәрсені үйрендім. Маған жетіспейді енді ол кісінің жаңағы үлкен мектебі. Кіммен сөйлессе де жаңағы бетіне қарап, асықпай, ойланып, қарап отырып, әңгіме айтып, бала болса да, үлкен болса да, кіммен қалай сөйлесу екенін біліп, сонда үлкен мектеп еді. Біз көп нәрсені үйрендік қасында болғаннан кейін. Тұрмыстық жағдайда да, басқа жағдайда да. Араларыңыз қанша жас? Сіздер қатарсыздар ғой? Қатарымыз енді 2-3 жас үлкенмін. Сіз 2-3 жас үлкенсіз? Иә. 3 жас деп айтайық, 3 жас. Өзіңнен 3 жас кіші адамнан тәрбие алу қандай болады? Жаңа тәрбие көп, әкемнен кейін маған тәрбие беріп, мектебінен өттім деп жатырсыз. Өзіңнен кіші болсын, үлкен болсын, жаңағы тәрбие алу ешқашан ол үлкендіктен, кішіліктен болмайтын сияқты. Өйткені менің өзім түсінігім, өзімнің мәдениетім, өзімнің жүріс-тұрысым ол кісіге қарағанда кішкене жаңағы тәрбие алу керек деген мағынада. Мысалы, ол кісінің ортасы бөлек болды. Мысалы, ерте қызметке араласты, ерте елмен араласты, халықпен қалай сөйлесу керек, елге қалай сөйлесу керек, соның бәрін ол кісі бізден артық білді. Сіздің өміріңізді бір 3 кезеңге бөліп қарайықшы, Алтынбекке қатысты. Алтынбектің қасына келгенге дейінгі кезең, одан кейін Алтынбектің қасында бірге жүрген кезең, және Алтынбек қайтыс болғаннан кейінгі кезеңде 3-ке бөліп қарастырсақ.
Осы үш кезеңде сіз қаншалықты өзгердіңіз? Алтынбек Сәрсенбайұлымен алғаш кездесіп, қызметке ол кісінің қасына келгенге дейін сіз қандай болдыңыз? Немен айналыстыңыз? Енді немен айналысқанда мен оқу бітірдім. Оқу бітіргеннен кейін бізде жаңағы жан-жақтан жолдас келеді. Студенттік жаңағы жолдастармен бірігіп кішігірім мекеме құрдық. Немен айналысатын? Мәшинемен айналыстық. Ең алғаш мәшине сату ма әлде? Мәшине алып келіп сату. Сондай жолдармен айналыстық. Оның бутиялар бастаған кезде бізде қатар бастаған болатынбыз. Біз Мәскеуден алғыздық, Жапоннан алғыздық. Сөйтіп сондай бір келісім шарттарға қол қойып сөйтіп бастаған. Енді ол кезде де мысалы осындай бір жаңағы 90-шы жылдар ғой, иә? 90-шы жылдар. Сол ең алғаш әркім әр нәрсенің құлағын ұстап, әр нәрсеге ілініп кетіп, сөйтіп банкіден кредит алып, сөйтіп жан-жақ шапқылап жатқан кезең ғой. Сондай кезеңдердің бірі болатын. Сондаймен айналысып, сол мәшинемен айналысып, сөйтіп жүрген шаруа болатын. Негізі бір кішігірім жаңағы мәшине жасайтын кішкентай станциямыз болған, сөйлеп мәшине жасайтынбыз. Сондай шаруалармен айналыстым негізі. Негізі мамандығым инженер енді. Өз мамандығыменен 86-тан 89-ға дейін деді. 3-4 жыл ғана жұмыс істедім. Ол кезде сіз өзіңіз қандай едіңіз? Жалпы мен сұрағым келіп отырғаны, сізге Алтынбек қаншалықты ықпал етті? Адамның жалпы бір осындай бір орталық тұлғалар болады ғой. Жан-жағына адамдар жиналатын. Сондай адамдардың айналасындағы адамдар сол кісіге ұқсауға тырысады. Сіз үлгі алдым деп жатырсыз. Және ондай адамдар қалай болғанда да өзінің айналасындағы қасына ерген, соңынан ерген жігіттерге бір көп ықпал етеді, әсер етеді. Болмысын өзгертіп жатады адамдар. Сізде осындай бір жан дүниеңізде сол Алтынбектің қасына келген кезде өзіңіз байқаған бір өзгерістер болды ма? Енді өмір болғаннан кейін адам жаңағы мектеп жасында бір бала болады, армияға бардық, бір өзгеріс болды, институтқа түстік өзгеріс болды. Институттан кейін жаңағы кішігірім жаңағы малый предприятие дейді ғой, соларды ашып, солармен жүгіріп, сондай бір өзгерістер болды. Әрбір өзінің кезеңі болады. Енді өмір жолы болғаннан кейін сондай өзгерістер болады әрине. Енді Алтынбекке дейін, Алтынбектен кейін деп бөлетін болсақ, мысалы, Алтынбекке дейін былай саясатқа болмаса жан-жағына бір көңіл тоқтатып, бір не қылатын әңгіме болған жоқ болады. Келгеннен кейін, жаңағы қасында жүргеннен кейін, күнделікті әңгіме естігеннен кейін, күнделікті әр нәрсені көргеннен кейін, соның кейін барып, өмірің де өзгереді, көзқарасың да өзгереді, басқа да өзгереді. Қасындағы адамға байланысты. Ал онан кейінгі жаңағы өзің айтқандай үшінші этап болып отыр жаңағы Алтынбектен кейін деген, Алтынбектен кейін енді өлген күйзеліс бірінші күндері жаңағы сондай өте қатты дейді әрине. Сондықтан онан кейінгі де өмір басқадай болды әрине. Амал жоқ енді. Алтынбекпен бірге болған өмір жалғасып, бірге болған өмір осы уақытқа дейін болып жатса, амал жоқ. Талай дүниені біліп, талай дүние қасында болып, талай дүние үйреніп, үлкен мектептен өтіп, қасында жүргенге амалдың жоқтығы енді мынау. Тағдыр дейміз, тағдырды да енді біреулер қолдан жасап жатады, басқадан жасап жатады. Өздеріне белгіленіп, бәрі біліп. Бүкіл әлем, бүкіл Қазақстан бәрі біліп отыр ғой. Алтынбек Сәрсенбайұлымен туыстықтарыңыз бар екен. Бар. Ол қандай туыстық? Ол кісінің анасы менен біздің әкеміз бірге туған. Нағашы жиенбіз. Алтынбекті демек бала кезінен бастап білесіз ба? Алтынбекті бала кезінен білем деп айту қиын енді. Бұлай келіп кетіп тұратын, араласып тұратын, ауылымызда жаңағы үлкен ағаларымыз Сәметбек деген көкеміз болды. Сол көкеміздің үйіне шоғырланатын негізі. Сол көкеміздің үйінде Алтай, Телтай деген балалар болды ең алғаш. Сол Алтай, Телтайлар қатарлы болғаннан кейін сол үйге келіп жүрді. Алтай, Телтайлар 62-ші жыл болады.
Енді бізге көп араласпағанбыз, біз малшының баласы, мен малшының баласы болдым. Әкем 40 жылға жуық қой бақты, соның кейін. Көктем шықты, каникул болды. Сол шаруамен кетеміз, малмен кетеміз, күзде келеміз. Келіп жатқанда естиміз, Алтынбек келіп кетті деп, анау келіп кетті, мынау келіп кетті, туысқандармен араласып жататынбыз. Онан кейін кездерде бір-екі рет көрдік. Жаңағы үлкен кісілердің болғаннан кейін жаңағы үлкен апаларымыз нелер, әй мынау бауырларың, мынау нағашыларың, мынау жиендерің деген сияқты бірімізге жақын тартып ұстап сөйтіп таныстырып қоятын. Алтыкең өзімен де мысалы Жәкем дейтінбіз, Жұманов Төлеген деген Жәкеміз бұл. Сол кісі ертіп барып, әй Аманжол берген мен сенің. Бұл қай кезде? Бұл сол 96-ның аяғында. Бұл кәдімгі бір ресми таныстық. Ресми таныстыққа жақынырақ таныстыру үшін жаңағы Жәкем алып келіп. Ол қай жақта? Сол осы алғашқы кездесуіңіз туралы сұрайын деп отыр едім. Осы туралы бір толықтырып айтқан. Алғашқы кездесулер сол 97 жылдың декабрлерінде, наверное, сол жылдың аяғында бір туған туысқандардың бір нелерінде араласып. Ауылда? Жоқ, осы Алматыда. Алматыда сол қысты күні сөлде араласып, жақын таныстырып сөйткен. Алтыкең бетіме қарап тұрды. Жақсы. Сен дүйсенбі, сейсенбі ма жаңа хабарласып бір келіп жолығарсың дегендей. Сондай болды. Содан жаңа жылдан кейін жолықтым. Ол кезде бұл кісі қандай қызметте? Ол кісі ол кезде агентство дейді, бірақ министрліктің қызметі ғой. Агентство по делам печати информация деп сондай аталады. Сол жерде жолықтық. Сізді сол қызметке сол кезде шақырды ма? Сізді қасына? Қызметке шақырғанда мән жайын білді. Немен айналысып жатсың, анау, мынау, оның болашағы қандай болады, жақын жүріп мынандай жұмыс істесең қарсы емессің ба деп. Әр адаммен сөйлескенде де жаңағы жағдайына қарап, біреуге бірдеме жүктемей, біреуге не қылмай, міндет артпай сөйтіп сөйлейтін мінезі бар. Соныменен мен ішімнен ойлап тұрмын, мені несін неғып тұр, оданша ойбай, ала қойыңыз деп айтайын ба, қалай деп. Сөйте араласып кеттік. Сол бұрынғы жұмыстарымды жаңағы курстас, жолдастар, басқалар арқай жалғастырып жатты. Сіз о жақты бәрін түгел тастап кеттіңіз ба сонда? Тастап кеттім, иә. 9 жыл бойы қасында жүрдіңіз, қазір есепсіз. 97-тен 2006-ға дейін. Сіздің негізгі міндетіңіз қандай болды Алтынбектің қасындағы? Алтынбектің командасындағы дейікші. Енді ол кезде бір саясаттың бір қиындау кезі ма, әйтеуір жанынан жақын адам табылу керек болды әрқайсының, кімнің болса да. Енді мен өзімді мысалы бір жақынмын, осыған бір не қылайын деген жоқпын. Мынаған көмектесіп жібер, мынаны апарып таста, мынаны алып кеп таста, болмаса анда барып кел, мында барып кел деген сияқты сондай тапсырмалармен басталып, содан ары қарай жиі қарым-қатынасымыз тығыз болып, бірге жүретін болып, енді негізгі қызметім жаңағы кейде машинесін айдап кеттім, кейде қасында жүрдім, кейде жаңағы үй шаруашылығына айналыстым. Отбасымен. Иә, отбасымен. Отбасы деп жатырсыз ғой, отбасындағы Алтынбек меніңше тыңдармандарға, көрермендерге қызық сияқты. Қандай адам еді? Отбасында жайбарақат, балаларға өте жаңағы бір бала болса да соныменен үлкен кісідей сөйлесіп, баланы еркелете біліп, сондай не қылатын. Туған туысқанның балаларын да жаңағы көтеріп алып, жаңағы Әли ханым, әленім, төнім деп жаңағы. Балажан болды ма? Балажан болатын. 2000 жылдардың басы болу керек сол. Хабар, КТК осы арналарды жаңағы жекешелендіру жайында, оны жаңағы халықтың арнасы екенін айтуға, сол туралы үлкен әңгімелер болып, жаңағы бірінші президенттің төңірегіменен кішкене былай келіссөздер жүріп атты. Келіссөздер жүргенде енді жаңағы үлкен немен
Солардың бірінде екеуміз келе жатқанбыз, мәшиненің арт жағында отырған. Екеуміз үйге бара жаттық па, бір жаққа бара жаттық. Кешке таман мүмкін жұмыстан үйге кетіп бара жатырмыз ба. Содан шаршап осы қабағы шытылып келіп отырды. Отырды, кеттік деді, кеттік. Келе жатыр едік. Алды да сөйлесті. Мен телефонмен, иә. Сөйлескенде сөздің мағынасынан түсіндім, что Дариғамен сөйлесіп жатқан. Назарбаева. Соны қысқасы айтты, маған сенбесең әкеңнен барып сұра. Мен жаңа ғана айтып кеттім әкеңе. Ешқандай не телевидение, не ешқандай жаңа жекешелендірмейді. Бұл халықтікі болу керек. Анау деп сөйтіп басып сөйлеп еді. Ар жағынан кішкене дауыс көбейіп кетті. Сенбесең әкеңнен сұра деді да, трубканы жаба салды. Жаба салып, мен енді рөлде келе жатып, мен толқыдым. Ойпырмай, әбден жұмысқа неғып кетті, шаршап жүру деп. Содан бір 2 минут өткен жоқ. Аман Қайнар ағамның үйінің телефоны қандай еді? Бүгін Әділөктің туған күні еді, құттықтай салайын деді. Мен таң қалдым. Шыны керек. Қазір ғана Назарбаев туралы сөйлесіп, Дариғамен жаңағы телефонмен айғайласып тұрып, Қайнарбек ағаңның баласының туған күні деген енді мынандай. Қай баланың, қайда туған күні, кімнің туған күні еді, сондайлардың бәрін неғып жатыр. Соның бір 10-15 телефонды жақындарының жаңағы жатқа білетін. Елдің ішінде көп жүрді ғой. Алтынбекті халық өте қатты жақсы көрді. Бізде жалпы бір шенеуніктерге деген елдің ішінде бір өтірік құрметтер болады. Бірақ Алтынбекке деген әсіресе өзінің туған жерінде біз өзіміз көп естіген бала кезімізден Алтынбекке деген құрмет сондық ерекше болды. Осындай бір елдің ішінде жүрген кезде Алтынбек өзін қалай ұстаушы еді? Қарапайым адамдарға деген қарым-қатынас қандай болды? Алтыкең жиі неге баратын, туған жерге баратын, туған елге баратын, халықпенен жиі араласатын. Үлкен кісілерден әңгімелесіп, солардың жаңағы олардың көзқарасын, ойын байқайтын. Кімнің болса да, үлкен кісіден бастап, жаңағы орта шаруа, енді ол кезде жаңағы Қазақстан жаңадан аяқтанып, жаңадан енді әркім әртүрлі жағдайлар түзеліп келе жатқан кез ғой. Сонда кімнің не ойлайтынын біле жүретін. Сондай бір ойларды не қылатын, бірақ барған жерде жаңағы маған айтатын, менің жаңағы халық әртүрлі жағдайда жаңағы біреу соңғы жаңағы малын сойып та күтіп алатын шығар, бүйтетін шығар. Әркімнің жағдайы әртүрлі. Аман, мына кішкене қаражатты қалтаңа салып қой. Барғанда жаңағы сол үйдің хозяйкасына болмаса, қызметте істегенде азаматтарға беріп тұрасың. Сондай жағдайлардың бірінде бізді жаңағы Сарбастауда осы Шәлкөде де киіз үй тігіп біраз адамдар күтіп алды. 2 киіз үй тіккен екен, біреусінде жаңағы тамақ беріп, біреусіне жатқызып сөйтіп. Сөйтіп емін-еркін демалып, охота жасап, қайтып келіп сөйтіп жүрдік. Бір шай ішіп, содан кететін болып жиналып отырдық. Жиналып шыққанбыз. Шығып машинаға отырып, кішкене жүргеннен кейін Алтыкең айтты: "Үй аман, анау бас киімім қалып қапты төсектің үстінде. Ала салайық" деп сөйтті. Мақұл дедім де, мен сол бұрылған кезде тоқтадым да, жүгіріп барып үйге кірсем жаңағы Алтыкең отырған көрпеге бала аунатып жатыр екен біреулер. Біреулер жаңағы шапканы ұстап не қылады екен. "Ой, анағы Алтыкеңдікі" деп сөйттім. "Ой, көрмей қалдым, таппадым" деп айта сал, анау ырым болсын деп жаңағы бергісі келмейді ғой. Бергісі келмейді. Содан жоқ болмайды, ұят болады деп жаңағы бір ақ бейсболка ғой, соны алып келе жатып, сонда таң қалдым, жаңа балаларын аунатып, әйелдер бірімен бір таласып, жаңағы сондай. Жаңа охот жасап, демалып келе жатқанда да көп бір адамдармен сөйлесіп, пікірлесіп, қанша шаршап неғып келе жатса да сондай жаңағы қызметіне байланысты не ойлайсыз,
Қазақстан туралы не ойлайсыз деген сияқты сондай айтатын. Жаңа бір айтып қалдыңыз ғой, бұл кісі бір қарапайым адамдармен осы бір Қазақстан туралы, жалпы қазіргі елдің ішіндегі жағдай туралы сөйлесетін деп. Сондай куә болған кездеріңіз болды ма, бір оқиғалар бар ма? Бір куә болдым. 2004 екен, son жылдары Нарынқолдан келе жатқанбыз. Арт жақта Алтыкең және бір журналист отыр еді. Келгенден бір шал, үлкен кісі енді, ақ қылаш келген. Жолға шығып, қол көтеріп, жүгіріп шықты. Содан Алтыкең тоқта деп сөйтті. Тоқтай қалдым. Тоқтай қалып, алдыңғы есікті ашып едім. Оң жағымызда. Алдыңғы қолым бос болатын. Әй, айналайын балам, өсіп кемпіріме операция жасап еді. Ана обыл больницада жатыр. Кеше операция жасап еді, бүгін соның қанын білейін деп жолға шығып еді. Бүкіл автобустың бәрі кетіп қалыпты. Күн босады, жай болып бар жатыр. Бірдеме қылып ала кет енді сен, Алматыға бар жатсаң деп. Алтыкеңді айнаған қарап едім, отырғыз деді. Есікті ашып, келіңіз қария, отырыңыз деп сөйттім. Жанында қолында бір кішкентай қоржыны бар, кемпіріне деген сәлемдемесі. Соң келіп отырды. Арт жақтан енді жаңағы үлкен кісі, ассалаумағалейкум деп ана кісілер, Алтыкеңдер, жаңағы журналист жігіт бәрі амандасып, қайдан келдіңіз деп сөйтіп әңгімеге тартып, Алтыкең ұзақ әңгіме айтқызды ол кісіге. Содан 36-шы неде бәленбай жыл мал бақтым, осындай істедім, бәлен істедім, түген істедім деп ол кісі енді бүкіл өмір баянын айтты. Ауылыңызда депутат бар ма? Депутат сайладыңыздар ма деп сөйтті. Ой, қызыңды ұрайын, қызталақ қанау. Серік Әбдірахманов деген сайладық. Бір емес екі сайладық ау деймін. Ол келеді деп күтіп алып, менің бір қоңыр москвичім бар еді. Содан фермер алып келіп, мінерде отырыңыз, қазір депутат Әбдірахманов келеді деп. Оны күтіп, одан айтып неге фермаға апарып, сиыр ферма болу керек әңгімесінде. Соған таныстырдық, бүйттік, сөйттік. Оның қызталақ дейтін неге сіз оны енді жаңағы жақсы көрмей тұрсыз десе. Ой, қанша әңгіме айтты, қанша нені бәрін орындаймыз, бәріңізге болады. Мен ай сайын, жыл сайын бір-екі реттен келіп, бәріңізбен әңгімелесіп, жағдайларыңызды біліп кетемін деді. Ол қызталақ келді ма? Істеген де жоқ, келген де жоқ, бітірген түгі де жоқ. Халық бәрі біледі, анау мынау деп. Ой, қызық әңгіме айтты енді. Бәрі есімде жоқ. Содан әңгімеден әңгіме шығып отырып, мал шаруашылығына айналыстыңыз. Осы келгенде жаңағы басқа жерде қандай кімдермен танисыз деп сөйтіп. Ой, біз сияқты таза еңбек істеген адамдар аз ғой. Мінерде Молдасанов деген бір қойшымыз бар. Жолдасбек. Атақ, еңбек ері. Социалист еңбек ері. Соның мына Нарынқол өңірінде мына Саржазда Байғұлов Сәрсенбай деген бір ақсақал болды. Мен өзім көрдім, араластым деді. Байғұлов Сәрсенбай деген өте принципиальный, өте таза адам еді. Сол Нарынқол ауданының ең жетіспей жатқан совхоздарына жібереді екен. Ана кісі 2 жылда 3 жылда көтеріп, сол жақтан су шығарып, сол жаққа су өткізіп, егін жаңағы шаруашылығына, мал шаруашылығының бәріне күндіз түні қарап, жаңағы бензин, ана бәрін экономдап, атпенен жаңағы райкомға жаңағы жиналысқа барады екен, атпен барады екен деп. Сондай бір жақсы азамат деп. Сол Байғұлов Сәрсенбай деген жаңағы балалы үлкен азамат, семьясы үлкен, балалы шағалы еді, соның бір сарбаласы Астанада министр болды деген. Ол сарбаласын қайдан танисыз? Ой, жұрт естиміз. Сол сарбаласы жақсы қызметте істейді екен, халыққа жақсы қарайды екен, осы халықтың жағдайын жасайды екен деп, елдер көп айтады, аузынан тастамайды деп. Соны Алтыкең туралы әңгіме болып кетті.
Алтыкеңде енді өзін өзі білдірмей ана енді шаруалардың жаңа қарапайым халықтың не ойлайтынын, не айтатынын бәрін біліп алды. Содан IP дегенше әңгімеге араласып осы Алматыға кірдік та, развилкаға келгенде біледі екен. Ойбай балам осында тоқта, мына обыл больница мына сол жақта қалды, мен неден түсіп қалайын деп сөйтіп. Алтыкен шықты да есігін ашып беріп, түсіңіз қария, түсіңіз деді. Оған кісі қарап, мына жерге кіргелі неған жоқ көріп, амандасып қаны болмаса. Соң келіп, ой жақсы деп. Жаңаға Байғұлов Сәрсенбайдың сарбаласы менмін, Алтынбекпін деп сөйтті. Ой деп жаңа қолынан ұстап, қолынан сүйіп жаңа. Сондай бір әсерлі болды. Енді Алтыкен ондай нелері өте керемет болатын. Демей жаңаға біреуге жақсылық жасағанда, біреуді бір пайдасы тигенді өте жақсы көретін. Солардың бірі енді мынау жаңаға Алтай Телтай деп айтып қалдым. Бірге ойнап өскен. Иә, бірге ойнап өскен нағашы жием болды. Сол бауырымыз енді бізге бауыр болып келеді, оған жаңағы нағашы болып келеді ғой. Телтай бауырымыз қайтыс болып кетті. Аяқ асты бір авариядан қайтыс болып кетті. 2000 жылдар ма, 99 жылдар ма. Соның туған күніне байланысты ауданда не өткіздік? Волейболдан. Осы кісі жаңағы кәдімгідей не болып жаңағы осы кісінің Алтыкеңнің арқасында сондай үлкен бір аудандық волейболдан жарыс өткізді. Телтайдың атына. Соның жаңағы жаттықтырушылары, сол Телтайды танитын туған туыстары, достары бәрі келіп, үлкен не жасадық. Турнир өткіздік Нарынқолда, спорт мектебінде. 2 күнге таман созылып, бір күн түн ішінде бітті. Сонда жаңағы бастан аяқ қатысып, ең соңына дейін болып, ең соңында Сарбастауда бізде Телтай Сарбастауда оқыды бізбен бірге. Сол жаңағы өзінің тренері болған Төленді деген мұғалім болған. Сол Төленді ағайдың жаңағы қатысып, сол кісінің қасында жүрді да, ең соңында жаңағы посол болып Москваға барғанда Путин бір сағат сыйлапты. Қол сағат. Қол сағат. Сол қол сағатты атап отырып, сол жаңағы Телтайдың алғашқы тренері сіз, жаңағы анау сіз Телтайды ғана жаңағы жаттықтырған жоқсыз. Қаншама балалар жаттықтырдыңыз, қаншама нені жаттықтыңыз. Күрестен ғой бұл кісі. Жоқ, күрестен, волейболдан. Волейболдан. Енді анау Төленді ағай спорттың әр саласынан жаттықтырушы болады. Баскетболды ойнайтын, волейболды ойнайтын, жаңағы бәрін дайындайтын. Сол сағатын жаңағы кімге Төлендіге қолынан шешіп берді ме? Қолынан шешкен жоқ, сонымен бесі күйінше. Жаңағы қорабы мен сол күйінше. Алып кел деді, мен алып келдім. Қымбат сағат па? Қымбат сағат енді. Жаңағы Швейцарияның сағаты. Соны алып жаңағы Төленді ағай жылап жіберді. Маған етіп ешкім сыйлық сыйламап еді анау деді. Ой, аға, ештеңке жоқ, анау, еңбегіңіз жансын деп. Енді ол кісілер әрине қайтыс болып кетті Төленді. Бірақ жақсы мұғалім еді. Путин берген сағат деген бір аялаған, бір ондай нәрсесі болған жоқ па? Жалпы сондай, мысалы бізде мен президенттен сыйлық алдым, болмаса тіпті президенттің қолын алдым дейтін нәрселер адамдарда болады ғой. Жоқ. Ең алғаш Астанаға бардық. Астанаға барғанда осы жоғарғы мемлекет басшыларынан көп құрмет алып, көп грамот алып не қылатын, соған елемейтін. Аман Алла сашанан деп жететін. Соны алып қоятынбыз. Соны бір күні медаль берді. 98 жылы май айында ма Ақмола Астана болып өзгеріп, содан Астананың бір жылдығы ма екен, соған бір медаль берді. Онда 99 жыл болады ғой, 98 жылы Астана болып өзгерді. 99 жыл ма екен. Сонда да медаль болып алып келді. Алып келді да, аман ана Саққұлақтың мойнына таға саш деді. Саққұлақ иті ғой. Иті. Алабай итіміз бар болатын Саққұлақ. Керемет жақсы ақыл дейді.
Онан достарын да кішкене қорқытып қоятын, саққұлақ кел деп. Жаңа достар қонаққа үйге келген жиналғанда саққұлақты ұстап тұрып жібере салып кішкене қорқытып алатын ойнап. Сол саққұлақтың мойнына тағаса жаман деп сөйтті. Сонда енді сыйлыққа не дегенде ондайға өте құмартпайтын. Реттеп жинаған жоқ. Жоқ, жинаған емес. Сіз тақтыңыз ба оны мойнына? Таққан жоқпын енді, тақпасам да. Әңгіме сол енді жаңағы, енді ол маған деген енді өте құрмет емес, мысалы деген сияқты ғой. Әр министрлік жаңағы Астана ауысарда, әр министрлік мақұлдама береді екен жаңағы. Согласие дейді. Келісемін дейді ғой. Иә, келісем. Астананың атын ауыстыруға. Сонда ең соңғы болып Алтекең беріпті. Енді Астананы, жаңағы Ақмоланы Астанаға ауысқанды өте жақсы көрмеді. Астана деген атауды. Астананың атауды. Соны біреулер айтыпты. Өзің қоғамдық келісім министрліксің, келісімнің ең соңынан беріпсің ғой деп. Тасмағамбетовтің несі болмаған. Идеясы. Аппарат. Жоқ идея, енді өзінен шыққан шығар, төңірегінен шыққан шығар, о жағын білмеймін. Саясатқа көп жақын. Осы Астанадағы кез туралы айтыңызшы. Жалпы Алтынбек Сәрсенбайұлы десе, бізде ол кісінің көбіне бір оппозициялық қырын көп айтады. Ол кісі енді мемлекеттік қызметте істеді. Назарбаевтың командасында болды, қалай болғанда да. Осы кездерде ол кісі бір мемлекеттік қызметкер ретінде қандай жұмыстар істеді, сол кезде қасында болдыңыз ғой. Енді бір есеп емес, мемлекеттік қызметкер ретінде Назарбаевтың саясатын, жалпы біздің мемлекеттің сол биліктің сол кездегі жүргізіп жатқан саясатын қаншалықты жақсы көрді, қаншалықты көңіл толып істеді қызметін. Өзінің қызметіне өте беріліп істеді. Министрлікті өзі жаңағы нөлден бастап құрады дейді ғой, сол сияқты жаңа өзі министрлікті құрады, сол министр жаңа ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі деген. Соның жан-жағына жақсы адамдар, жақсы қызметкерлерді, жақсы азаматтарды жинап, жақсы үлкен министрлік болды. Қызметіне беріліп істеді. Жалпы осы мемлекеттік қызметте жүрген кездеріндегі бір қатты бір шаршап, бір қиналған кездерін есіңізге түсіре аласыз ба? Енді жалпы жұмыс істеу режимі қандай болды? Жұмыс істеу режимінде ол жаңағы таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 6-ға дейін болмаса 5-ге дейін деген ондай болған жоқ. Ерте бару керек болатын болса сағат 7:30-8-де жұмыста болып тұратынбыз. Жиі жаңағы өкіметке шақырып тұратын, енді оның тәртібі сондай шығар. Аяқ асты ойбай кеттік дейді, заулап бара жатамыз жаңағы. Алдымыздан шыққан азаматтар жаңағы министрлікте жүрген, коридордаға шыққан азаматтар көріне салып қайтадан кабинеттеріне кіріп кететін. Сондай енді бір не емес жаңағы. Қатыгез емес, үлкен не емес. Айғайлап ұрысып біреуге неғып жатқан жоқ, дауысын шығармайды. Қандай жиналыс болды, неғып жатса да бәрі дымы шықпай қызарып кіріп, қызарып шығатын айтады бәрі. Неге қызарып шығатынын білмеймін, таяқ жеп шығады-ау деймін сондығын қараған. Сонда жаңағы қызметкерлер де сондай не қылатын. Бірақ береке не болғанда емін-еркін жаңағы қызметкерлермен бірге отырып, ойнап, күліп, билеп, сөйтіп. Жақсы билейтін бе? Жақсы билейтін, көңілді билейтін. Шаршайтын бе едіңіздер қасында жүрген кезде? Ол кісінің темпіне ілесу қалай болғанда да? Темпіне ілесу енді қиындау ғой, мысалы 2000 жылдары жаңағы резиденциядан түнгі сағат 10-11-лерде шығатын. Мысалы Тажин, жаңағы кім, Бәйменов, руководитель аппараты болатын Бәйменов. Солар бәрі ақылдасып неғып шыққанда түнгі сағат 11-12 жаздың күндері, қыстың күндері сол онсыз тарамайтынбыз. Сөйтіп жұмысқа өте беріліп істеді, сеніммен істеді. Енді қай жұмыста болса да бәрін басынан аяғына дейін беріліп істейтін.
кадрларға деген өте не болатын, сенімді болатын. Жастарды алып келіп, бәріне сенім артып, пойыздан күтіп алып келіп, не қылып, сондай. Қызметкерлер жаңағы 1 жыл болмай, 3 ай, 4 ай бола салып, жаңағы пәтерлі болып, солардың жағдайларын қарап, әркімнің жағдайын бәрін есептеп, не қылып тұратын. Астана жаңадан тұрып жатыр. Елдің бәрі пәтерде тұрып жатыр, жаңағы. Кейбіреулері жаңағы общежитияда тұрады. Сондай, әркім министерство. Сондай ғой жағдайы. Сонда енді министрліктердің жаңағы сұраныстарын бергенде бізде жаңағы МВД, басқа жаңағы еңбек министрі солармен бірге қатар береді екен. Ол кісілер мысалы 30 пәтер берсе, бізде 30 пәтер беріп қояды екенбіз. Содан біздің енді қызметкерлердің саны мысалы МВД-ның санынан 3 есе, 5 есе аз болады. Сонда да айтор Алтыкен кішкене неге салып, біздің де қызметкерлер жаңадан келіп жатыр деп сөйтіп таласып айтор. Наурызда жиі үй беріп, үй алып сөйтіп жататынбыз. Енді МВД-ға жаңағы 80 пәтер бөлініпті, бізге 15-ақ пәтер бөлініпті. Енді аны соны жаңағы жиналыстарда, нелерде, отырыстарда жаңағы мінбеге шығып айтыпты. Осы Қайырбек Жошанов жаңағы 80 пәтер алып жатыр. Мен неғып 15-ақ пәтер аламын. Мен де қызметкерлерін жаңағы пәтер алу керек жаңағы неде тұрды. Сөйтіп таласып жүріп, сол МВД-мен жаңағы бірге аламын деп сөйтіп жүріп, жаңағы қызметкерлерге көбіне көмектесіп. Көршілер кімдер болды? Қандай шенеуніктермен араласты? Енді қызмет бабыменен барлық шенеуніктермен араласты, бәрімен сыйлы болды, үлкенімен де, кішісімен де. Көрші кейінгі тұрған кезде Нығматулин, мен мұнияғында Асқар Мамин, мұнияғында Тажин, соның біз тұрдық. Арғай Тажин коттеджге үйлер болып кете беретін. Енді бір есімде қалған айтор, осы Асқар менен кім Нығматулин Нұрлан көрші тұрды. Біз кіріп келе жатқанда екеусі күтіп тұратын. Сонда кейін ойласам, неге күтіп тұрады екен десем сол. Енді о кезде жаңағы өкіметте, жоғары жақта жағдай әртүрлі болып жатты ғой, күнде өзгеріп жатты. Бір күні рахат неғып жатты, бір күні дариға, бір күні президент мынандай заң шығарып неғып жатты. Соның бәрінің жағдайын білу үшін екеусі күтіп тұратын. Кейде Асқар күтіп тұратын, кейде Нұрлан күтіп тұратын. Нұрлан Нығматулин постоянно күтіп тұратын. Күтіп алады да жаңағы әңгімелесіп, үйге кіргізіп, өзі шаршап келген. Оған да мақұл нүкенді, рахмет, үйге кірейін, анау демалайын деп айтпайды. Сол жанында жүреді, біз кішкене алыстау жүреміз. Дауыстарын естімейсіздер? Дауыстарын естімейміз туралы. Енді дегенмен былай түсінеміз, что әйтеуір политика бұл не болады, болашақ не болады. Ақыл кеңес сұрау жағынан ба? Ақыл кеңес сұрау жағы ғой негізі. Асқар Мамин о кезде транспорт министр болып кетті. Екеуі де бірақ қалаға зам болды ең алғашында. Нығматулин бірінші зам, Асқар Мамин екінші зам. Или сондай болып тұрды. Ол кезде енді бір оларда бір ішкі есептер болды деп ойлайсыз ба? Мысалы, Алтынбектің бәсі жоғары болды ғой, қалай болғанда да. Келесі президент осы болуы мүмкін деген сияқты бір коридорлардағы бір әңгімелерге құлақтары шалып, соны бір жағалап жүрген сияқты болған жоқ па? Енді ол кісілер жиі еститін шығар. Біз естіп тұратынбыз. Болашақ президент Алтынбек деді. Жай қызметкерлерден, мысалы, араласып жүрген жолдастардан Алтыкен болады ғой өзі президент. Мынандай президент болса, Қазақстан жаман болмайды. Алтыкен кезірек кесе екен дегендей сондай әңгіме. Енді ол кісілердің жаңағы коридорда, ол кісілердің кабинетінде қандай әңгіме болған біз білмейміз. Ондай ішкі есептер болғанын білмейсіз ғой. Дегенмен де олардан енді кем болған жоқ қой біздің ол жолдан.
болмаса енді не совет, не қызмет сұрайды Алтыкеңнен. Бірақ Алтыкең енді былай не қылатын, ай, Нұрлан тұр екен ғой, біраз енді тағы да уақыт алатын болды ау дегендей, үйге кіретін, жаңа шаршап келе жатқанда үйге кіретін уақыттың біразын алатын еді. Спортпен айналысты. Спорттың бәрі футбол, волейбол Астанада көп ойнады деп естиміз. Алматыда да ойнады. Жалпы ол үстін жалпы спортты ұйымдастыру, ол спортқа деген қарым-қатынас өте жақсы, керемет болған туралы айтылады. Астанадағы командалардың арасындағы ойындар туралы айтыңызшы. Астанадағы командалар енді футболға жиі қатысып тұратынбыз. Негізгі спорт дегенде енді мына Бердіқұловтың турнирін осы кісі ашып кетіп еді. 96 жылы ма екен бастамасы, 97 жылы ма екен. Бердіқұловтың турнирін министрлік бойынша бүкіл баспасөз, жаңа телевидение, жаңа газет бәрі араласатын болып, сондай бір турнир ашып кетіп, осыға дейін жалғасып жататын. Қазір тоқтап қалды дейін білмедім, естіп жатқан жоқ. Сол Бердіқұловтың турнирін осы кісі ашып кетті. Үлкен неде. Мен сұрайын деген, Астанадағы командалар дегенде бұл чиновниктердің командасы ғой. Астанада чиновниктердің командасы болды, жиі жаңа қатысып тұратынбыз. Көбіне ойнайтынбыз жаңа аппарат президенттің командасына қарсы. Соның ойын жаңағы Бәйменов кейін не болды, еңбек және әлеумет министрі болды. Соның министрлігімен жаңағы спорт жағынан неғып тұратынбыз жиі. Бірақ енді жаңа принциптік ойындар келгенде жаңағы Сарбайға қарсы, жаңағы Ертісбаевқа қарсы командалар ойнағанда Қалмұрзаев қой Сарбай. Қалмұрзаев, Сарбай Қалмұрзаев. Соның командаларымен ойнайтынбыз залда. Енді ол кісілерді жаңағы жақсы дұрыс ойнайтын жігіттер алып келеді ғой. Қарауындағы. Сонда енді Алтыкең айтатын, мынау принципиальный ойын жігіттер. Деген біз бермеуіміз керек мына ойынды деп, намысқа тырысу керек деп. Талғат Ешенов жаңағы, мен сондай Қадыр деген азамат болды. Сондайлар спортқа өте жақын болдық. Сонда Алтыкең бір айтатыны, ешқандай жібермеңдер голды. Сарбай гол салып кетпесін деген сияқты сонда. Сөйтіп әрқайсымызға тағайындап беретін. Сен Ертісбаевты ұстайсың. Сен Сарбайға жіберме допты деп. Шалып шыққан кездеріңіз болды па осылар? Шалып жықтық қой. Бір далада ойнадық. Далада ойнап, сон Әлиханға қарсы ойнадық. Әлихан кішкене неге футболға өте жақын, спортқа өте жақын жігіт. Жеңіл жүгіріп өтіп кететін. Содан мен арт жақта защитада тұратынмын. Содан Әлихан допты мен жанынан лақтырып жіберіп, мен айланып өтпек болды. Өтіріп білмегенсіп шал жібердім. Өтіп кететін еді енді. Шал жібердім. Топыраққа аунап кетті, осы екі аунап кетті да. Қарғып тұрып. Мен таниды мені. Ой, аман деп сөйтті. Бояушы десе сақалын бояйық дегендей, байқап ойнасаңшы деп сөйтті. Үндеген жоқ. Сондай нелерде Алтыкең кішкене поддержка беріп қоятын. Ана жерде дұрыс жасадың, уақытысында неғып кетеді. Ол сап кететін еді, анау деген сияқты сондай нелерін неғып тұратын. Бір күні МВД-ның қасында ойнадық. Жақсыбеков, Қайырбек Шошанович жаңағы министрліктер кімге осы кім администрацияның бастығы кім болды екен? Есимов болды ма екен? Есимовтер көп. Соларға қатысып ойнадық. Мен министрліктерге ойнадым защитада. Содан ойнап жатырмыз. Защитада тұрмын, бір уақыттан кейін оң жақта жаңа Қайырбек Шошанович, сол жақта Алтыкең. Бір ортада бір топ маған тиіп қалды. Топты қағып түстім да, осы алға қарай жыл жібердім. Қайырбек Шошанович, давай сынок сюда, давай сынок, давай сюда деп жаңағы. Алтыкең жаңағы жүгіріп бара жатыр енді, пас күтіп. Содан
бар отаға жақындағанда енді Қайырбек Шошановичке бермей жаңағы Алтыкеңе бере беріп едім. Ортадағы защитник қағып кетті. Содан кейін Қайырбек Шошанович жаңағы ашуланып маған қарай: "Ты, сынок, ты чё? Твою мать, ана деп жүгіріп келе жатты. Сөйтсе Алтыкең мына жақтан жүгіріп келді. Қайырбек Шошанович, бұл өзіміздің жігіт жаңағы деп. Ажыратып алып қалды. Енді ол кісі ұрбақта болған жоқ қой. Просто енді қарауындағы адамдардың бәріне сөйтіп сөйлейді. Енді военный адам болғаннан кейін сондай қатал болатын. Енді біз қайдан білеміз кімнің кім екенін. Сөйтіп өстік қой, енді біріміз біліп. Қалай болғанда да өзіңіздің бастығыңызға. Қалай болғанда да енді Алтыкеңге береміз ғой. Алтыкеңге беремін деп жүрдім. Сол кісіден біраз. Соны шыққаннан кейін бүйтіп қойдым. Сен Алтынбекский да деп қояды маған. Иә, Алтыкеңді кім деп қойдым. Сөйтіп сөйлейтін бе еді көмекшілерді, командасындағылар Алтынбекский, Бәленбайский деп. Иә. Бір күні жаңа Ертісбаевпен де бір залда ойнап қалып екеуміз кішкене шағылысып қалдық. Шағылысқанда соғылып құлап, маған кішкене грубый айғайлап сөйтіп қалды. Үндеген жоқпын, бірақ енді позициямды ұстап топ жібермей өзім. Негізгі міндетімді Сіз қорғаушы болдыңыз ғой? Қорғаушы болдым, тұра бердім. Соң парға отырмыз, парда отырсақ. Ты, говорят, Алтынбекский дейді да. Мен де айттым. Енді бұл осындағы отырған адамдардың бәрі әйтеуір біреудің несінде ғой. Сіз де біреуді кісі шығарсыз деп сөйттім. Қалай сөйлейсің деп жаңағы мен айтайын деген жаңағы. Вы же тоже Назарбаевский деп айтайын дегенмін ғой. Просто енді оны орысша айттыңыз ба? Орысша айттым, иә. Сөйтіп едім. Ну ты смотри, бәлен түген деп сөйтіп. Политика мен спорт енді қатар жүретін. Спортта да жаңағы намысқа берілмей, сондай намыс жоғары ұстайтын достары жаңағы. Жаңағы принципиальный ойын дедіңіз ғой? Иә. Президент аппаратымен, әкімшілігімен. Иә. Сол ойында көбіне кім жеңетін еді? Енді біз жеңілмейтінбіз. Мүлдем жеңілмейтінбіз. Аяқ асты бір рет жеңіліп қалсақ, енді бізге бір үлкен трагедия болып, жаңағы Сарбайдың командасынан жеңіліп қалдық деп, келесі қай уақытта ойнаймыз деп жаңағы талғат бәріміз сұрап жүретінбіз Алтыкеңнен. Қашан ойнаймыз деп. Содан айтып Алтыкең айтады. Неге принципиальный ойын бұл? Өйткені енді Сарбаймен енді кішкене қарым-қатынасы дұрыс болмады. Бірінші, екінші. Сенің ойын жоқ нәрсені сұрайды жаңағы. Министрлікке көп не қоян жаңағы қағаз жүзінде. Мынаны алып кел, ананы алып кел, мынау түзу емес, анау түзу емес деген сияқты. Қызметкерлердің аузынан еститінмін. Сарбайдың политикасы кішкене нашарлауында. Шеф не любит особо деп. Енді былай сыртынан да байқап жүретінбіз. Әңгімеден, неден дегенмен енді. Ол қызмет болғаннан кейін бағынамыз, бірақ спортта кішкене қыр көрсетіп қоятынбыз, не қылатынбыз Алтыкеңнің арқасында. Оппозицияға кетіп жатқан кезең туралы айтыңызшы, сол кездегі айналасындағы серіктері, жалпы сол кездегі сол Ақ жол партиясының құрылып жатқан кезеңі, осы партияның бір идеологиялық жұмыстары туралы қалай жүрді сол кезде? Ең алғаш жаңағы оппозицияға араласып, сұхбаттар жазып, статьялар жазып жүрді ғой. Жаңағы неде посол болып жүрген кезде, неде Мәскеуде. Сол кезде араласып келіп кетіп жүрді. Бір күні айтты, аман мен үйдемін, мәшинеңмен келе қойшы деп сөйтті. Аяқ асты менде мәшине ыңғай болмады, менде бір девятка бар болатын. Өзім мәшіне. Лада ғой. Лада. Сонымен шауып бардым да айттым деп сөйтіп едім. Ой, бізге бәрі бола береді. Мен ыңғайсызданып тұрмын, мынандай мәшинемен келдім, барасыз ба деп. Қайда баратын едіңіз деп. Резиденцияға барамыз деп сөйтті. Ойбай, кіргізбейді-ау деп ішімнен ойладым да. Өнірек бір джиппен, бірдемемен, ол кезде АБ деген сериялар бар, KZ болады жаңағы министрліктер білетін. Біздігі 32-ші KZ болатын. Содан
кейін 16-шы кезет болды ма сондай болды. Содан енді ондай мәшіненің қай болмағаннан кейін Алтыкен келді да әрең екі бүктеліп келіп денелі биік адам ғой. Келді да алдыңғы сиденьені артқа қарай жылжытып до конца сөйтіп бердім, есікті аштым. Келіп отырды да артқы сиденьеге тақалып отырды. Bir қарап қойдым. Келбірін қайда деп сөйттім маған. Онда площадьқа мынау мәшіне кірмейді. Милиция тұрады, жаңағы басқалар тұрады, служба тұрады өзі. Мәшінелер жібермейтін. Сон тура ана өкімет үйінің алдынан келіп бірақ тоқта деп сөйттім мақұл. Тоқтаған жоқпын, жаңағылар айғайлап, свистет етіп айғайлап жатты. Содан тоқтаған жоқпын. Екі-үшеу жүгіріп кетті осы. Сол мәшінені тура резиденцияның алдына келіп, өкімет үйінің алдына келіп тоқтадым да. Сөйтіп едім, ана кісі екі бүктеліп шыға келіп еді. Ананы барып тым-тырақай қаштым. Тым-тырақай қашып еді. Мен де енді соны пайдаланып мәшіден шығып, оларға да бір қарап қояйын деп бір қарап қойдым да. Соның ойын Алтыкен тез кірді. Кіріп кетті, 15 минутта шықты. 15 минут, 20 минутта шықты. Болды аман деді. Өткізіп бердім. Өзіміз жеке құрылым жасап, партияға араласып, халықтың қамын жасауымыз керек. Міне де отыра берсек біз көп нәрседен ұтыламыз. Болашағымызды ойлауымыз керек. Ана бұны деп әңгіме айтты. Сол кезде енді бәленбай жүр, мен министерствода жүріп, министрдің қасында жүріп, мынандай қызметтен қуанып шыққан адамды мен бірінші рет көрдім. Мынандай қызмет істеп біз ешқандай халыққа пайда әкеле алмаймыз. Сондықтан пайда тигізетін жерге бару керек дегендей шешім жасап, қайтадан жаңағы менің девяткам отырды, екеуміз кеттік. Кәдімгідей көңілді болып, ой, мына музыканы ғой, күнде тыңдап жүрміз. Басқасын қойсаншы деп, жаңағы қазақша музыка қойғызып сөйтіп. Үйге бір көңілді барып едік. Сонда басталды. Содан партияға тең төраға сайланды. Тең төраға сайланып, жаңағы бүкіл облыстан, бүкіл Қазақстаннан жаңағы делегаттар келді. Ол кезде Ақжол деген гүрілдеп тұрған кез. Сол кезде Алтыкенді тең төраға сайлағанда халық орнынан тұрып қол шапалақтады. Енді президентке өтіп қойып шапалақтамайтын шығар. Қол шапалақтап, жаңағы Жандосов, кімдер бәрі қатар-қатар отырды, тең төрағалар. Сол кезде Алтыкен ең алғаш келіп, жаңағы солардың жанына барып отырғызды. Отырғызғанда кейбір қыздар жылап атты. Бұлай әсерлі болды, өте әсерлі болды. Өткені сол партияны жаңағы бір жандандырып жіберетін, соның ішіне бір үлкен күш келгенін елдің бәрі сонда бір жақсы сезім болды. Үлкен сезім болды. Әркімнің несіне қарасақ кәдімгідей бір құшырланып, осы болашағынан жаңағы үміт артып, осы біздің партия үлкен не болады деген сияқты сондай саясатқа көп араласқан жоқ, дегенмен де сол жаңағы Алтыкенді сондай құрметпенен қарсы алды. Сайлау кездері туралы айтыңызшы. 2004-те парламент сайлауы болды. Соған жаңағы Ораз түсті, Жандосов, Жүсіпбек Қорғасбек түсті, жаңағы облыстан, басқа аудандардан. Соларға өте күш жұмсап, күні түні шапқылап, сайлау болған күннің өзінде де қанша жаңағы жағдайлар болып жатты. Түнгі сағат 3-4-ке дейін ана учаскелердің арасында шапқылап жүрдік. Алтыкен прямо жаңағы ешқандай не қылмай араласып, ана директормен де сөйлесіп, мынамен де сөйлесіп, міне де жаңағы подтусовка болып кетті. Мына жаңағы сайлаудың анау артық недерін салып жібердіңіздер деген сияқты. Сондай енді әркімнен информация келіп тұрады ғой, соған араласып. Түнгі сағат 3-те ме 4-те ме тарадық. Сайлау болғаннан. Кедергілер көп болды ғой. Қандай кедергілер болды сіздің есіңізде қалған? Кедергілер көп болды ғой, енді аңлушылар көп болды, кедергілер де көп болды. Мына 2005-терден бастап жаңағы президент сайлауы болды, соғында өте көп аңлушылар болды. Артымыздан әйтеуір
неше түрлі мәшинелермен келіп аңдайтын болды, артымызға түсіп алатын болды. Соның бір жерге кездесе қалсақ, бір адамдар аяқ астынан сөйлесетін болып, болмаса жаңағы жақындап сөйтіп жаңағы енді күнде политикамен немен араласып жүрген болмаса, несі адамдардың бәрін танимыз ғой. Өзге бір бөтен адамдардың жақындайтын болды. Содан қауіптендік. Артымыздан тағы бір мәшине етіп, жаңа Жеңісбек деген інісінің бір мәшинесі бар еді, соның жолдастарын жаңағы не қылып, оларда көмектесіп 2005-тің жаңа жылына дейін 2 мәшинемен жүрдік. 2005 жылда жаңағы президент сайлауынан кейін, сайлауға дейін де кейін де. Сол жерде кішкене қауіпті болды. Сол қауіптілік сол Заманбектің өлімінен кейін жиілеп кетті ма, жоқ әлгінің деп сондай несі болды ма, білмедім әйтеуір. Енді қауіпті нелер болды. Артымыздан мынау Сабыржан деген азаматтар, баяғыда рекет болған Сабыржан. Солар келіп, бізге келіп, жаңағы Алтыкеңе жолығу керек еді, бір мәселе бар еді деп. Содан Алтыкеңе оларда жолығып, Моншаға барса да жаңағы парда біреулерді көретін. Аман анау мен біреуді көріп едім деп. Ол баяғы аналардың адамдары ғой. Ой, осы Салпанқұлақтар артықтан қалмайтын болды деп. Салпанқұлақ дейтін бе бұлар? Салпанқұлақ дейтін. Содан бір күні келе қалсақ, Фурманов көшесімен түсіп келе жатсақ, бір мәшине артымнан қалмайды. Алтыкеңе айттым. Анау мәшине арт жақтан қалмай келе жатып, бүгін күндіз кешке дейін осы артымыздан жүр деп. Артынан қарады, соның төмен түсіп келе жатсақ, гаилер жаңа Фурманов көшесін тазалап жатыр екен. Президент келе ма, премьер келе ма, біреулер келеді деп. Сықырып бәрі көшеде ешкім жүргізбей жатыр екен. Біз бардық та Шевченко көшесінен кішкене төмен түскеннен тұра қалдық. Аман, тұра қал өсінде, тұра қал деп сөйтті. Тұра қалып едім, жаңа гаишниктер жетіп келді. Өтіңіз деп, Алтыкең терезені түсіріп айтты. Мен ғана тұрған жоқпын ғой, анау артымызда да бір мәшине тұр. Оғанда айтсаңдаршы деп сөйтті. Сөйтіп, алар бүйтіп жалтақтап, үйдіме бірін-бірі таниды, наверное. Или аналардың знагы бар, бір пәлесі бар. Барып сөйлесті, анау бұл кеткен жоқ, отырды. Содан кейін біз де тұрдық. Содан гаишник келіп, аға өтіңіз деп сөйтті. Содан Алтыкең айтты, басқа да мәшине тұр ғой, бізден басқа. Қазір кетеміз деп сөйтіп. Анау шыдамады. Шыдамады, қиық еткізіп абгон жасап, бізден төмен қарай Фурмановпен төмен түсіп кетті. Сосын бір-екі көше айланып, біз Қонаев көшесімен шығып, жайбарақат жұмысымызбен кетіп бара жатсақ, әлгілер бір кішкентай ғана переулоктан шығып тұр, бізге қарап. Алтыкең айтады, тоқташ деп. Тоқтап, не керек деп жүр, шыққайсың деп. Бастарын салбыратып мәшинеде отыр. Қарамайды. Біреусі қарамайды, біреусі бір ауыз сөз айтпайды. Бірақ енді оларға берілген қандай есеп, қандай задание екенін кім білмейді ғой, біз білмейміз мысалы. Кім біледі? Осылар барып нерге тоқтады деген сияқты. Мыналар мынандай бір кафеге кіріп кетті, біреулермен сөйлесіп жатыр деген сияқты. Сондай кіммен кездесті, соның бәрін аңдап, сондай жазып жүретін шығар. Жаңа Сабыржан деп қалдыңыз ғой, рекет. Иә. Ол не айтты сонда? Ол бір ұсыныс жасағысы келді ма, мен бір сөйлесіп едім Сабыржанмен. Айтты, менің бір ұсынысым бар, ол кісі біледі, білен түген деп. Мен Алтыкең сөйлеген, көрген адам емес, сөйлескен адам емес. Өтірік айтпасын. Ешқандай ұсынысында несінде білмеймін, маған жолатпаңдар оны. Ол жүрген деген бір рекет, хулиган. Бірдемесі болмаса бірдемесі істеп кету мүмкін деп. Содан бір күні осы Бауыржан марқұм бар. Үшеуміз бір парикмахерскийге келдік. Парикмахерскийге кіріп, екеусін кіргізіп жібердім да, көшенің бойында тұрған Бейбітшілік көшесі. Желтоқсан дей ме? Желтоқсан көшесі. Желтоқсан бойында тұрсам, Сабыржан келіп қарама-қарсыда бір мәшинемен тұрды. Оның артынан бір мәшине келіп, екеуі сөйлесіп. Мен Сабыржан екенін көріп тұрмын. Сонан бізге қарап сөйледі да, бір уақыттан кейін
бір машина кетіп қалды, Сабыржан қалды, жанында бір шопыршысы бар, жүргізушісі бар. Девятка ма, пятерка ма, сондай бір машина. Соны тұрды, соның кейін мен Бауыржанға звондап айттым. Бауыржан, анерден жаңағы парикмахерскіден жаңағы администрациясынан сұра, дворға шығатын есік бар ма екен? Сол жақтан шығып кетпесек, мына жақтан Сабыржан келіп тұр. Қазір келіп байлануы мүмкін деген сияқты. Сақтық жасайық деп. Сөйтіп еді. Бірақ Бауыржан звондап айтты, я дворда есік бар екен, сіз осыны тұспалдап дворға қарай келсеңіз, біз шығамыз да тауып аламыз. 15 минуттан кейін шығамыз деп сөйтті. Мақұл дедім. Сонымен бір айланып дворға кіріп кеттім. Сабыржан қалған. Алтыкеңдер шықты, алтыкеңдер шығып, екеуі екі жақтан келіп отыра қалды. Қайда деп сөйтті. Көшенің бойында тұр деп сөйтті. Ол дайдай бір кетеміз деп сөйтті. Бәлен жаққа барамыз деді. Соны бұрылып қарасам, ол төмен қарап тұр екен, жоғары қарай жүруге болмайды. Бір енді 20 метрдей Шевченкоға шығу керек. Қарасам, машина жоқ екен. Жаңағы нарушение жасап Шевченкоға шығып кеттік, адастырып. Сондайлар болды еді, жиі аңлып. Телевизордан көріп қалыпты. Бірдеме ашуға, жаңағы президент бірдеме ашуға кел жатыр екен. Сонда бірінші қатарда жаңағы президенттің нелерімен, жаңағы министр бар, вице-министр бар, жаңағы премьер бар, солардың бәрі қатар келе жатты. Екінші қатарда Сабыржанды көріп қалды. Енді мынандай неде Сабыржанмен бірге жүріп, бірге ақылдасатын болса, бұл не мемлекет, қандай мемлекет болады деп. Енді бұзықтармен қандай... Президенттің қасында қылмыс әлемінің адамдарының жүруі. Адамдардың жүруі, сонда солармен қандай әңгіме шешіп, қандай жағдай не ойластырады екен деген әңгіме айтты маған. Сонысы көрдік біз. Екінші қатарда ма, Сабыржан келіп жатыр. Біз енді қарапайым адамға мысалы, бір топ адам келе жатыр екен деген сияқты қарамаймыз да ғой, мысалы, зейін салып. Президент келе жатыр, президент жанында. Және бір ресми жиында сондай адамның жүруі қызық. Соған ойын барып, өнен кейін барып, жаңағы Сабыржанның бізге жақындағанынан әрине адам күдік алады, басқалай ой келеді. Осының барлығы болып жатты, иә? Алтынбектің өмірінің соңғы кезеңіне жақындап келе жатыр. Күн сайын аңду, күн сайын қысым, күн сайын кедергі. Және соның бір дүмпуі ретінде Заманбек Нұрғаділовтың қайтыс болуы. Заманбектің өлімінен кейін Алтынбек бір сақтық шараларын бір күшейтіп, өзіне бір қауіп төнгенін былай сезініп, бір басқалай бір қадамдар жасайық деген сияқты бір арнайы бір дайындықтар жасаған жоқсыздар ма? Арнайы дайындықтар жасамайтынбыз. Соның ойын Алтыкең ешқандай қорқпайтын. Оны бой тасалау туралы әңгіме болған жоқ па? Бір бой тасалай тұру туралы. Осы Заманбектің өлімінен кейін. Бой тасалай тұру деген әңгіме болған жоқ. Ондай әңгіме естіген жоқпын. Жаңағы жолдастары, әсіресе жаңағы семьясы, ағалары, бауырлары солар жаны ашып жаңағы алаңдады ғой. Алаңдады. Алтыкең мүмкін былай істей тұрасың, мүмкін үндеме кішкене не қыла тұрасың, анау жоқ, ешқандай не қылмаңдар деп. Әкесіне, мамасына барып амандасып тұратын, екі күнде бір күнде. Сонда әкесі айтатын: "Ай балам, қалайсың? Бәрі дұрыс па?" "Дұрыс папа, дұрыс, бәрі жақсы." Анау "Ой, мынандай нерді естіп жатырмыз, анау Нұрқаділовты атып кетіпті" дейді. "Байқаңдаршы балам" деп. "Папа, жақсы, бәрі аман. Ештеме жоқ ол. Бізде жұмысы не? Біз ондайға не қылмайды" деген сияқты сөйтіп не қылатын. Бірақ өзі көп ондай бір шара қолданып, болмаса бір қорғанайын деп не қылмайтын. Бірақ сезді ғой, қауіп келе жатқанын сезді. Бір-екі рет айтып та қалды. Не деп айтты? Мүмкін жаңағы кезек бізге де кеп қалды ма екен деген сияқты сондай әңгіме айтып қалды да. Содан өтін қайсы болып қалды, бәріміз құдай шүкір. Оны былай жай біраққа спокойно айтып отыр. Соң кейде екеуміз жаңағы дачадан түсіп жаяу жүретінбіз. Мен ішімнен ойлайтынмын,
осы қараңғыда келе жатырмыз. Біреу тарпа бастап қазір өлтіріп кетсе де қайтерміз, неғылып. Жоқ, все андай неғылып жүрексінбейтін. Жанында келе жатқан мен жүрексінетінмін даже. Неге біреу шыға келсе, не істейміз, не қыламыз деген сияқты. Оққағарларсыз да жүре береді ғой. Оққағарларсыз да жүре беретін, оққағарлар бар кезде жаңа сенбі жексенбіде тауға шығатын өзінің бір маршруты бар болатын, Көкжайлауға шығатын, жаңа просвещенецпенен. Соны бір-екі рет шығып көрдім, енді бұлай не қылмадым, ілесе алмадым. Жандағы Бауыржан, Ұлан деген азаматтар, спортсмен азаматтар. Алтыкең бір аттаған, біз бір жарым аттаймыз ғой енді. Жоқ дегенде, бойы ұзын, өзі спортқа жақсы. Енді Алтынбек Сәрсенбайұлы оппозицияға кеткенге дейін мемлекеттік құрылымда істеді. Елдің барлығын таниды. Сол кездегі күштік құрылымдарда болсын, тәртіптік құрылымдарда болсын, отырған адамдардың барлығымен байланыста болды. Тіпті ұлттық қауіпсіздік комитетінің де сол кездегі өкілдерін жеке таныды, жеке сөйлесіп тұрды деп естиміз. Сол кісілер арқылы өзіне бір қауіп төніп келе жатқанын біреуге талпынған, сіз өзіңіз куә болған сәттер болды ма? Телефонмен сөйлесіп? Телефонмен сөйлесіп тұратын. Алдын алуға болатын еді ғой дегенім ғой. Иә, енді ол алдын алуға болатын, сол о кісілерге де енді Алтыкеңнің мынау өлімі о кісілердің де үстінен өтіп кетті ма деймін. О кісілердің де жаңағы шама шарқылары келмейтін, олар да хабарсыз қалып қалуы мүмкін деген сондай ой болды. Кімдермен сөйлесті сол кезде? Дұтбаевпен сөйлесіп тұратын. Жиі сөйлесіп тұратын, мынандай мәселе болып жатса, мысалы, біреулер аңып жатса, сөйтіп неғып жатса, звондап айтатын, осындай деп. Қайырбек Шошановичпен сөйлесіп тұратын, МВД-ның бастығы. Қайреке, осындай мынау азаматтар былай келіп тоқтатып жатыр заңсыз. Анау деген сияқты. О кезде сонда Алтыке оппозицияға кетіп едім ғой, мен не істеп алады екенмін деп өйтіп айтқан жоқ. Ешқайсысы бәрі көмегін неғып, мысалы, Тәжіммен де күні-түнімен сөйлесіп тұрды. Бір рет жаңағы Қайырбек Шошановичпен сөйлескенде куә болдым. Қайырбек Шошанович ана-пұна деп сөйтіп өтті, ана кісі айтты. Алтыке, для тебя я Қайреке деп айтты. Какие просьбы? Все сделаю, не беспокойся деп. Сондай. Жоқ, асып бара жатқан ештеме жоқ, Қайреке, ана-пұна деп әзілдеп сөйтіп. Оларға да жаңағы сенім артып неғып тұратын енді. Енді жау өте жоғарыдан, өте биіктен келді ма деп ойлаймыз. Алтынбектің қазасын қайда, қандай жағдайда естідіңіз? Сіз ол күн қайда болдыңыз? Алтынбектің қазасынан бір күн бұрын, екі күн бұрын қалай деп айтуға болады, білмедім. Маған звондап айтты, Алтыкең үйге келші деп. Келіп едім. Үйге кір шай ішеміз, шай ішек деп. Келіншегі мен үшеуміз отырып шай іштік. Шай ішкенде Алтыкең шайдың аяғына таман айтты. Атыңда аман жол, жолы болғыш болады. Салтанатты жаңағы шығарып салып, самолетке отырғызып жібер. Жолы болсын, аман ұшып кетсін. Қай жаққа жіберді? Мәскеуге жіберді. Мәскеуде балалары болатын. Сол енді қауіп төнген деп айттың ғой алдында, сол қауіп төнгенде енді балаларға зиян тимесін деп балаларды кішкене алшақ ұстаған. Сонда Мәскеуде оқитын балалар. Мамасы қасында болатын, анда сонда келіп кететін, сол мамасын шығарып салып, сенің хабарласасың деп сөйтті. Сол күннің алдында бір күн бұрын деп айтамыз ғой. 11 күні болды ма оқиға, 10 күні болды ма оқиға әлі белгісіз ғой. Дегенмен 11 деп не қылған, жазылған, 11 деп айтылған. Сол 9 күні болды ма екен, 10 күні болды ма екен. Шығарып салдым. Салонда отырғанда жазып жіберіңіз деп сөйттім. Мен салондамын деп жазып жіберді. Соны арасап телефонда звондап едім, бірінші рет алмады. Соны самолет ұшып кеткенше күттім, ұшып кетті. Соны барып машинаға отырып,
жүріп келе жатып хабарласып едім, телефонды алды. Өте көңілді екен. Болат, Ораз, Айдос, солар келіп бәрі, жаңағы партияның офисі бар болатын, мына неде Достықтың бойында сол жерде отыр екен. Улап шулап бәрі көңілді не қылып жатыр екен. Аман деп сөйтті. Олды сәкең шығарып салдым салонда. Самолет ұшып кетті деп сөйттім. Төркөшті ұшып кетті деп сөйтті. Жақсы деп сөйтті. Мен не істейін деп сөйтіп. Сен құрман жалқаусың ғой. Өткенде тауға шыққанда ілеспей қалдың ғой. Сен 1-2 күн демал. Дүйсенбі күні хабарласайық. Біз ертең бірсі күн тауға шығамыз деп сөйтті. Өзі не сенбі, не жексенбі күні шығып тұратын. Ауа райына байланысты. Бірақ о күнде бір жаман ауа райы болып тұрды. Сол 2-3 күн қар жауды, жаңбыр аралас жауды ма, сондай күнде жаман болып тұрды. Сөйтіп қалды, сонымен біз кішкене босаңсып қалдық. Сол хабар алмадық та. Дүйсенбі күні бірақ ұланға звондадым, ұлан жауап бермей жатыр ғой, қайдасың деді. Не кім, Бауыржан жауап бермейді, не жаңағы Василий жауап бермейді деп. Содан жүгіріп кеттік. Ұлан айтты ма сізге? Бұл екінші оққа қары ғой да, тағы бір оққа. Иә, Ұлан екінші оққа қары. Ұлан айтты, жерде не жоқ деп, хабар жоқ деп. Содан мен де хабарластым, ешқандай телефон алынбайды. Содан бауырына звондадым. Пока енді белгісіз, көп паниковать етпеңдер дегенмен де неғып ала алмай жатырмыз деп. Жеңісбек деген інісі бар. Деп сөйт, ол қалай болды екен деп, о да не қалды. Содан офиске келдік, офиске келсек біраз адамдар жиналып қалды. Жиналып қапты, анда бұнда деп. Содан Айдос бар, Болат бар, Ораз бар, бәріміз мәшінеге отыра салып. Жанымда менің 2 жолдасым бар. Олар да келіп, аман ғой, не болды? Арткен не қылмайды той деп, уже хабар кетіп атты, что табылмай жатыр деген. Содан Құлжабой менен біраз жерге дейін барып қалдық осы мынау. Іздеп жүрсіздер ме сонда? Іздеп жүрміз, иә. Біреулер былай деп айтты, біреулер алай деп айтты деген сияқты. Әйтеуір информацияның көбісі жаңағы Болат пен Ораздар біледі. Айдостар осы алдында отырды. Соны олар бір бөлек мәшинеде, бір 4-5 мәшине жүрміз бірінің артынан. Содан анау Бесағашқа таман жақындап қалғанда тоқтады. Біз де барып тоқтадық. Тоқтап едік. Көктөбенің бір сайында екен, аварияға түскен ба бірдеме деп сөйтті басында. Охотаға барған екен дегендей. Мен айттым, жоқ, охотаға барған жоқ. Охотаға барса менімен барады. Охотаға барса басқа киім анау қамтайды. Ол охотаға барған жоқ деп сөйттім Болатқа. Білмеймін анау деп сөйтіп, содан мәшіне бұрылып алып, сол өздері жатқан Көктөбенің ар жағында, астыңғы жағындағы сайға кірдік. Сайға кірсек, уже милиция қоршап алған, жаңағы мәшинеде өткізбейді, сондай жағдай екен. Сөйді тоқтай салып, соны жаяу кеттік. Сен кімсің деп жаңағы жақын адамдарды жіберіп алды. Елдің бәрін жібермедік, бәрі барғысы келді. Сөйді барып бірақ көрдік. Содан барып едік. О жерде де жаңағы кордон тұр екен, жаңағы областной прокуратурадан, енді облыстың жері болғаннан кейін областной прокуратураның несімен не қылды. Мен областной прокуратураның замымын деп бір қазақ жігіт келді. Кімі боласыз деп сөйтті. Осындай деп сөйтті. Жақындауға болмайды деп сөйтті. Мен көруім керек деп сөйттім. Қобалжып тұрмыз, бірақ бір үміт күтіп тұр да, басқа біреу екен сияқты. Басқа біреу болып болса екен, ол кісі емес болып болса екен деген сияқты. Шайтан осы. Қандай да бір өзің көріп не қылмай, сенбейтін сияқтысың, бірақ үлкен бір не болып тұрсың. Дегенмен де енді солай болған шығар деп ойлайсың, бірақ келе жатып енді неше түрлі ойға кеттік.
1,5 километр сондай жаяу жүріп келетінбіз. Келіп едік, жақындатпады. Аяқтардың ізінің алып жатыр екен, жаңағы бір жерге бір палатка қойып қойыпты. Өйткені жаңбыр жауып жатыр, қар жауып жатыр араласып. Сол палатканы қойып, жаңағы астыңғы жағы ашық, жаңағы сөйлем бірдемелерді іздерге бірдеме салып жатыр. Әйтеуір машиненің ізіне енді оған біз көп көңіл аудармадық. Біздің ойымыз жаңа көру. Жақын барғанда бір 10 метрде жетпеген шығармыз, енді жеткізбеді, көрсетпеді. Бірақ бір көргенім, денелер әппақ шешіндіріп тастады. Оқтың ізін көрдік. Енді ол айтуға тұрарлық емес, енді адамның қорқатын зат. Айналасында қан бір нәрсе болды ма қарда? Қан іштеме байқамадым. Көп адам болған жоқ. Жақындатпай тұрды. Бұрылдық, онан кейін барып, анау Пілмәнігі Нұрлан, Рысбек аға, Нұртаспен солар болып жақын көрді. Біз сол жерде бұрылып, ораз айтты. Ол қайтыңдар, шығыңдар. Неге тексерейік, өзіміз басқасында боламыз. Неде болды. Содан жаңағы прокурордың замы, облыстың прокуратураның замымын деп, сол мен айтып қалмады. Сен ба Аманжол? Иә, мен үйде кім болып еді, бәлем болып еді, түгім болып еді. Мен білмеймін. 2 күн, 3 күн болған жоқпын, көрген жоқпын деп сөйттім. Енді ол кезде қандай жағдайда қайтыс болды, кім атты, кім не қылды, өлтірді, қастандық жасады. Соны бәрі білмей тұрдық қой. Кімге не айтасың қазір? Білмей тұрып, көрмей тұрып. Сондай бірінші күндер үлкен жаман шок болды. Енді 2-3 күн түсіме кіріп жүрді. Түсімнен кетпей жүрді. Соны бір есімде қалғаны, Алтыкең алдымда отыр екен деймін, қасымда. Арт жақта келіншек отыр екен деймін, тағы біреу отырған сияқты болды. Үйлерінен түсіп келе жатқанда бір кішкентай бір арық болады. Сөйден өзіміз ақырын өтетінбіз. Сөйден тарс етіп өтіп кеттім. Сонда бұрылып маған: Аман, сен білесің ғой, салтанаттың несі, жаңағы омыртқасы ауыратын. Жай жүрмейсің ба? Бұдан кейін байқап жүр. Сонда мен ойладым, маған табыстап жатыр ау деп. Сол күні көлікте сізде болуыңыз мүмкін еді ғой. Сол туралы ойладыңыз ба жалпы? Оны болуым өте мүмкін еді. Жаңағы кімді? Василийді 20 декабрьде алттық. Жұмысқа. Мынау январдың 10-да болып тұр ғой. Сонда бір ай жұмыс істеген жоқ. Біз футболдан шығып тұрғанда келіп тұр екен. Ана бұны деп әңгімені айтып, қызметін түсіндіріп айттық. Осы уақытқа дейін мен жүрдім енді қасында. Ауысу керек болды, демалу керек болды, басқа да шаруалар болды. Содан бір жүргізуші алайық деп, содан келісіп алып едік. Өйткені біз енді сол Ушеледен шыққанша менің туған туыстарым бәрі мені іздепті. Әнеде телефон ұстамайды. Сода бәрі ойлапты. Жанында 2 серігі бар екен деп жазды ғой енді. Телевидениені айтыпты, не қылып айтты. Сіз деп ойлауым. Сіз мен деп ойлапты, иә. Содан жолдастарымыз звондап: өй, сенсің бе, өй, ау деп айтшы, мен Аманжолмын деп айтшы деп, жаңағы достарым сөйтіп звондап сөйтіп. Астанада бір племянницам бір Гүлмира деген, Гүлмира жылап атты. Сенсің ба, ты Аманжол, Аманжол деп. Иә, барсың ба, амансың ба деп. Астана бірінші естіп жатты ол кезден барлығы. Жаңағы осындай жағдай болғаннан кейін. Біз даже ары бері шауып жүріп көп информацияны естімепдік ол кезде.
Мынандай интернет жоқ қой, нақады оқи береді. Сондай жағдай болды, енді ол менде болуы мүмкін еді, өте мүмкін еді. Неге болмадым деп өкінген кезіңіз болды ма? Енді ол жағын ойлаған жоқпын, неге болмадым деп. Мен ойладым, егер сол жерде мен ситуация болса, мен тоқтамас па едім деп ойладым. Тәжірибелісіз ғой. Бұрыннан білесіз. Жоқ, құдай кішкене ақылдасып, кейде бір сондай ситуацияларды айтатынбыз. Алтыкен екеуміз. Таран ету керек. Ондайға қарамау керек деген сияқты. Енді ситуация болып жатса деген сияқты. Ой, ондай болмайды. Дегенмен де, мұндай болып жатса, бұлай болу керек. Үлкен мәшіне вообще қарамау керек қой, үлкен мәшіне. Адам өлтірмесең болды. Бұзып жарып өтіп кету керек. Жеме-жемге келіп жатса деген сияқты әңгіме болған еді. Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосынды жеке танисыз ғой да? Таныдыңыз? Танимын да. Бауыржан біраз жұмыс істеді ғой. 2 жыл қасымызда жұмыс істеді. Бауыржан қалмай жұмыс істеді. Бауыржан да мынандай спортшы, жақсы азамат еді, өте адал болады. Кішкене аңғалдығы да бар еді. Бәрін қолдан келіп жатсақ, асығып келіп жатырмыз. Алдында отыр. Соның 120-140 сондайлармен келіп жатырмыз. Джип қой. Сондан соның Алтыкен неғып отыр енді жаңағы. Жолдың да жағдайын біліп, бәрін неғып отыр. Бауыржан деп сөйтті. Ауаға деп сөйтті. Ана аман жүзден асып кетпесін байқап қой деп сөйтті. Көріп тұр ғой. Сөйтіп Бауыржан маған бет-бетіме қарап, естідіңіз ба дегендей бүйтіп қарады да, үндеген білмеген басып отырып едім. Сөйтіп айнаға қарасам Алтыкен жымиып қойып отыр екен. Сонымен де ана Бауыржанға сілтеме жасап қояды, негізі маған замечание беріп отыр ғой. Өте қатты жүрме, все-таки жол анау мынау деген сөз ғой. Василий Журавлевті жұмысқа алатын кезде қандай талаптар қойды жалпы? Алтынбек Сәрсенбаевтың жүргізушісі қандай болу керек? Болмаса жұмысқа алғаннан кейін ол кісіге негізгі бір үйреткен нәрселеріңіз болды ма? Негізгі нелердің қызметтерінен мен түсіндіріп айтып беретінмін. Алтыкеннің жаңа требованиясы жаңағы уақытысында келсін, таза жүрсін, соның ойын өте жаңағы тәжірибелі болсын. Тәжірибе болу деген өте не ғой, енді екінің біріне бере бермейді. Мысалы, тәжірибелі жаңа жүргізушілер аз болды. Бір белгілес бір сенімді жүргізушілер болады, мысалы. 10-15 жыл қасында жүріп, жаңа сонда не қылады. Бізге осындай жағдай болғаннан кейін әртүрлі жүргізушілер болды. Соның бірі сол Журавлев енді ыңғай солай болды да, соны ілініп кетті. Бұл мәшинелер кішеді енді, жаңағы Камри. 30. Сіз қандай көмекші болдыңыз аға? Мен қалай деп айтуға болады, қалай көмекші болдым. Шамам келгенше пайдам тиетін, зияным тиінбейтін, шамам келсе жаңағы әйтеуір Алтыкенді подвалить етпеуге, бір жаққа кешігіп қалмауға, бір жерге жаңағы бірдемесін ұмытып кетіп, қалдырып кетпеуге, сондай нелерге жаңағы шамам келгенше сондайға тырыстым. Елге шыққанда, жеке жаңағы неге шыққанда бар затты, бар неден бәрін менің немде болатын, қарауымда, менің жаңағы отчетымда болатын. Жаңағы ертеңете тұрғанда зубный паста щеткасы дайын тұру керек, кешке таман жатқанда жаңағы киімдер дайын тұру керек деген сияқты сондай. Енді оған көп жаңағы менің затым қайда, бәленім қайда деп тұрмайды. Табылғанын киіп, табылғанын неғып жүре беретін, мен жоқ болсам. Алтынбектің қасында көп жүрген және өте жақын жүрген адам ретінде бір өте қысқа сұрақтар қойсам, ол кісінің бір жеке қасиеттері туралы. Сіз қысқа жауап берсеңіз. Алтынбек Сәрсенбайұлы бір ауыр сөз айтып, болмаса бір боқтанатын бе еді? Жоқ.
ауыл сөз айтса, мысалы қызметкерлерге қызмет бабыменен сөйлейтін шығар, бірақ ауыл сөз емес, жаңағы қатал жаңағы тапсырма беріп, қатал неғып тапсырып ататын. Ең жек көрген адам кім болды? Ең жек көрген адамы жаңағы ішімдік ішетін, шынымен өтірік айтатын адам жек көреді. Ішімдік ішетін адам любой уақытта сатылып кетеді. Сол жағына өте көңіл бөледі. Әр қызметте, қай қызметте болсын, көмекшісі болсын, басқасы болсын, сол кезде жаңағы ішімдік ішеді десе, ертесі күні босатып жібереді. Кісі жамандаушы ма еді? Ондайын естіген жоқпын жамандаған. Қандай әдет жек көрді? Кешіккенді жек көрді. Қонақ болсын, басқа болсын, артық емес, кем емес, 0-0 барып тұратын. Қонаққа шақырсаңыз да үйіңізге 0-0 келіп тұратын. Кешіккен адамды жек көретін. Кешіккен жек көретін. Хобби қандай болды? Хобби көбісі спорт, соның жаңағы жора жолдаспенен көңілді әңгіме айту, кітаптарды обсуждать ету, киноларды айту, киноға барғыш еді, театрға барғыш еді. Киімге қалай көңіл бөлді? Киімге көп көңіл бөлмейтін енді. Оның әйтеуір таза болып, жаңа үтіктеліп тұрғанына қарайтын, болмаса, мынау маған ұнай ма, мынау ұнамай ма емес, жаңағы. Қысты күні жылы болып, жазды күні жеңіл болып, жаңағы алдында тұрған туфлиді алып киіп кете береді. Өйдікі андағы емес, мынау болатын. Қонышына шешіп, нақты зұланнан киіп жүре береді. Ол киімге, неге деген. Көлік жүргізе алатын ба еді? Жүргізе алатын. Кейін кезде көп жүрмеді, бірақ анау кейде көлік айдап кетіп бүйтіп, кішкене демалатынмын дейді. Көлік айдасам демалғандай боламын деп. Оның мен ойлаймын, енді ойланбай жүретін уақыт жоқ ау деймін. Әр уақытта ойланып, сондай. Айнадан қарап отырсаң да бірдемелерді ойлап, жаңағы анализ жасап сөйтіп келе жатады. Базарға барып бір нәрсе сатып алатын ба еді? Базар нелерді өте жақсы көрмейтін. Анда-санда бір магазинге барып қалатынбыз, бір дүкенге барып, телешке алып, сумда жүрміз. Сумның жанында продуктовый магазин бар, соны алып, тәттілерді салып атыр. Үйде хозяйка жоқ еді. Мен айттым, мына заттардың бәрін сәкен келгенше жеп тауысайық, болмаса мынаны тауыса алмаймыз ау деді. Жоқ, көп алып қойдық па дейді. Көп алып қойдық деппін. Қалдында айтып, мен білмеймін ғой, дүкенге бірінші рет келіп тұрмын продукт алуға. Мынаны аламыз ба деп қояды. Сонда енді былай байқайсың, что дүкенге барып алып. Ақша санайтын ба еді? Ақша білмеймін қалай санайтын. Мысалы, енді любой адам ақша санайды ғой. Дегенмен ол ақша бүйтіп санап неғып жатқанын көргеніміз жоқ. Өзінің ішкі есебі өзінің болған ғой. Ішкі есебі бар шығар. 9 жыл қасында жүргенде сізге айтқан ең ауыр сөз және ең бір мақтау сөз қандай болды? Ауыр сөз айтып не естігем жоқпын, болғанда жоқ шығар. Мысалы, өй аман деп қоятын, просто бір ыңғайсыз жағдайларда. Даже маған анау алдыңғы отырған мәшинедегі алдыңғы сиденияның подголовнигін алып таста деп айтқан. Бір күн айтты, ұмытып кеттім. Алғашқы келген кезде ме? Иә, екінші күні тағы айтты. Ой, қазір сізді сөйлесіп аламын ғой деп тағы. Сен үшінші рет жаңағы. Подголовник алынбай қапты аман деп сөйтті. Сөйлді. Тоқтай салдым да екі қолмен қалай жұлып алғанын білмеймін. Жұлып алдым. Алдыңғы сиденьеге қоя салдым. Өзім сонда қатты ренжідім. 3 айтқыздым ау мына кісіні деп. Енді өйтіп екі сөйлеткізуге болмайтын адам ғой негізі. Рахмет. Жақсы. Аман болыңыз.